Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Кеше білесіздер, шахматтан Астана жұлдыздары фестивалі, үлкен фестивалі басталды. Дүниежүзінің түкпір-түкпірінен мықты гроссмейстерлер, спорт шеберлері, одан да басқа шахматты сүйетін мықты ойыншылар келіп қатысып жатыр. Бұл турнир 11 шілде мен 19 шілде аралығында өтеді. Турнир негізі 3 категориядан тұрады. Турнир С, турнир В, турнир А болып бөлінеді. Енді біз бұл жерде турнир С-ға 16 жасқа дейінгі балдардың қатыса алады. Турнир В-да рейтингі 1800-ден төмен қарай ойыншылар қатысады, ал турнир А-да 1800-ден жоғары қарай. Ары қарай уже гроссмейстер уровеніне дейін кете береді. Шегі жоқ. Міне осындай мықты ойыншылар қатысайын деп жатыр. Қазақстаннан бірнеше мықты ойыншылар қатысып жатыр. Солардың ішінде сіздерге бүгінгі менің көрсетейін деп отқан бір партия, керемет партия, ол біздің талантты, жас талантты Байжігітов Жаңгірдің матчын көрсетейін деп отырмын. Саргиясан Санатпен ойнап отыр. Жаңгірдің қазіргі рейтингі Қазақстанның азаматы 2255. Ал Саргиясан ол атақты Шанттың армениялық гроссмейстер, оның рейтингі 2654. Міне осындай бірінші турда осы екеуі кездескен екен, осы жерлесімізбен. Міне осы матчты сіздерге ұсынайын деп отырмын. Алдымен каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше тамашалайық, кеттік. Жаңгер бізде қарамен ойнап жатыр. Байжігітов Жаңгерді білмесеңіздер, қараңыздар, гуглит етіңіздер. Өте матчтары өте көп, өте талантты жігіт. Бірнеше Қазақстанның чемпионы болған, бірнеше турнирлердің жеңімпазы. Танымай жатсаңыздар, қарап таныссаңыздар болады. Ендеше кеттік. Бізде Шант қалай ойнады? Ол Е4. Жаңгір бізде француздық защитаны, французская защита, француз қорғанысын таңдаған екен. Негізі француз защитасында, француз қорғанысында көбінесе осы C5 жүргізеді и F6 осы бұзу тәсілдерін қолданады. Енді көреміз, пока бәрі жақсы ойнап жатыр, теория бойынша бәрі шығарып жатыр. Екі жақта атын G6-ға апаруға тырысқан екен. Ферізді B6-ға қойды, өте талантты. Негізгі француздық қорғаныста негізінде көбінесе Феріз осы екі қапталға шабуыл жасайды, екі пешкіге. Пока барлық бір жақты жақсы ойнауда. Так, слон E7 рокировка жасауға тырысып жатыр, жасады. Енді F6 бұзуға тырысу керек, әрине. Алды размен, алды линия С линиясын ашып алды. Бұлайынша негізі қарайтын болсақ, Жаңгірдің позициясы нашар емес. Барлығы француздық стильде, барлығы шықты, линиясы ашық. Қазір F6 бұзатын болсақ, позиция өте керемет болады. Дәл солай жасады, F6 мен бұзды. Француздық қорғаныстың өзінің стилі сондай. Так, алды, слонмен алды. Енді позиция қарасаңыздар, тек мына слонда ғана проблема бар. Негізі француз қорғаныстағы проблема, үлкен проблеманың бірі осы слонды ойнату керек. Бірақ қорғаныста да жақсы тұрады осылай. Ал линия С, линия F бізде бәрі бар. Тамаша әзірге. Енді қарсыласымыз бұл білетін сияқты, француздық енді гроссмейстер болғаннан кейін база өте үлкен, сондықтан қаппалдан шабуыл жасауда, мына атты артқа қыстығырып, может G4, G5 деген ойы бар шығар. Көреміз алдағы уақытта. Атпен қашты, G4, міне айтқандай. Негізі француздықтарда ферзовый фланг бойынша шабуылды көп жасайды, ал ақтар керісінше осы королевскийде жасайды. Бірақ редкі жасайды, өте сирек жасайды, өте қорқынышты. Бірақ қарсыласымыз гроссмейстер болғаннан кейін Жаңгірді менсінбей тұрған сияқты, қорықпайды сияқты еш нәрседен. Так, ат қашты. Жаңгірден тұра беруге болмайды, дұрыс жасап жатыр, маневр жасап жатыр, атты E4-ке немесе C4-ке алып келе жатыр. Көбінесе E4-ке. Молодец, өте талантты ойнады, база өте мықты. G5 слонмен қашты. Так, коньмен кірді. Қарсыласымызда өте стилі сол екен. Негізі атты құртқаннан кейін атпен кіру стилі, слонды менімше әдейілеп қойған сияқты осы жаққа. Мына атты мынаған қойған кезде мына жолда ашу үшін. Жаңгір алмады, артқа қарай қашты. Негізі мына жерге қойса слон баратын еді, сондықтан мына жерге қойған дұрыс болды деп ойлаймын. Кез келген уақытта пешкі алдыға жылжыған кезде мынау әлсіз болады. Пешкіні әзірге ұстап тұр. Бір жағынан мынаған енді қорғанып жатыр. Слонды да абайлау керек. Так, екінші атпен кірді. Бұл аттың кіру себебі шетте тақтада жаман, сондықтан Шанттың мен біліп отырмын, мына жаққа қарай атын алып келмекші. Қусаң қу, қумасаң тұра берсін, қауіпті болып, өзі үшін қуасын, соны атты перевод жасап алып жатыр.
енді былайынан қарағанда алды арқылы қауіп жасап жатыр, шатастырып жатыр, өте талантты ойнауда. Так, Жәңгір молодец, екінші атын мына жаққа қарай F5-ке қарай алып келе жатыр, әсіресе мына жер өте керемет нүкте. Так, F4 атта кеп қойды. Ну, позиция жаман емес Жәңгірде, өте керемет, ұнап тұр. Маған ұнап жатыр, король ашық, центрдегі пешкеге бар. Қазір ферзді алып келеміз, бірақ мына слонның проблемасын шешу керек. Артқа қарай ойнаймыз ба, білмеймін. Оңай емес. Так, қалай болады екен? Ары қарай ладьяны шығарды, тысыға дайындады, жақсы, король қашты и алды. Да, мына жерде алуға бел буған екен. Менімше алмау керек бет. Может, слонды былай ойнап, ферзді b6-ға алып келіп алған дұрыс педі. Ну, енді мына взаимодействие ладья дейді, ладьяларды сақтаған көру керек. Мына давление, мына слонға может быть жол ашқанда шыға, бір жағынан разменде дұрыс сияқты. Размен жасады, алды и h6. Интересно, h6. Контратака, корольдің ашығын пайдаланып, бұзам дейді. И мынаның әлсіздігін пайдаланам дейді. Бірақ ладья барады ғой бұл жақтан. Бұны да есептеу керек, бірақ мына жақта да ладья бар. Өте агрессивный ойын, Жәңгір бізде мықты, қорықпайды. Сондықтан да талантты ойыншы. Негізі мына жақта ешқандай шабуыл жоқ, қарап отырсаңыздар, былай жаба салады, или былай тұра салады, атты қуғанмен де пайда жоқ. Мына королевский ферзь флангта ешқандай не жоқ, сондықтан Жәңгір многосторонный дейді, жан жақты мына жақта бұзған секілді. h6 өте талантты ход негізі, қызық ход. Ладьяны алып келді, жеді. Негізі линия h-ты ашқанның да себебі бар. Өйткені пешкіні алдыға жүріп, король жүріп, ладья h линия бойынша атака жасауға тырысып жатыр. Өте қызықты ойнауда. Солай болып жатыр. Алып келді ладьясын. И мына ладьямен айырбас тыйымсыз өзі алсын, сондықтан ферзді алу керек сияқты. Мына жерге үш нүкте бар. Менімше ферзь b6 жақсы сияқты. Мына ферзді бір жағынан ұстап тұрамыз, бір жағынан b2-ге шабуыл. Бірақ кедергі болады b5-ге, Қазір алмасақ, олар өздері жейді. Ферзь мына жақтан қайсыз болады. Или ферзь келген, екінші ладья кіреді екен ғой. Так, ферзді алу керек бір нәрсе. Дәл солай жасады, ферзді мына жаққа қарай алып келді, аға. b5, b4 пен қуып мынаны алмақшы. Негізі жақсы ход. Ферзь b6-да негізі қызық жүрседі. Алды, дәл солай болды, слонды алып келді. Ең керемет аттың көзін жоям дейді. Енді бұны қашпаймыз, амал жоқ, беруге тура келеді. b5, b4. Не қауіп бар? Бірақ ферзді атты жойып, ферзді алып келгенмен не пайда, Негізі бересі ал, қорықпау керек, ферзді қозғамау керек. Ладья h3. Интересный ход. Ладьяны открыты линияға алып келді үшінші жолға. Өте қауіпті ойнауда. Жәңгірдің позициясы маған қатты ұнап тұр. Жеді, Ef. GF емес. Неге GF емес? Неге Ef? Корольге GF-тің өзі G6 ойнауы мүмкін, Нен G6-дан не істейді? Не қауіп бар? Просто мына мен алса, мына пешке әлсіз болады деп атырым да. Ол Ef алды почему-то. Наны әлсіз емес па? Или намен алып, слонды мына жерге қойып қоймақшы ба? Көреміз енді. Негізі GF жақсырақ сияқты мет. Маған солай көрінді. Слонды алып келді. Так, бір нәрсеге ферзді ойнату керек. b5, b4. Неге ойнамасқа? b5, b4 бұзу керек. Басқа қандай план бар? Мына әлсіз пешкеге баруға болады, бірақ әзірге күш жетпейді. Негізі барса болады. Ладья h5, ферзь d8 мен мына пешкінің мән-жайын тексеріп көруге болады. Ол қалай қорғайды? Слон e6. Да, бірақ ферзді алып кете алмайсың, сондықтан закрепить етіп жатыр. Да, менімше әлсіз, бірақ ол g6-ны жібергісі келмеді бір жағынан, Осылайынан шақ деп проходной пайда болатын еді. Бір жағынан дұрыс жасағанда сияқты Жәңгір алдында. Так, енді разменнен жасап жатыр, ең күшті ладьяны айырбастауға тырысып жатыр. Айырбастауға болмайды, себебі ферзь мына жаққа кіріп кетеді, сондықтан Жәңгір дұрыс жасады. Қашты, және ладья g4. Негізгі ладьяны переводы жақсы. Бірақ линия h өте қауіпті, бірақ f4 бар бізде всегда. Ферзді мына жерге алып келейін деп тұр екен ғой. Вот в чем проблема. Неге сразу ладьяны қазір кірейін деп тұр, үлгеру керек. Ладья кірсе мына жақтан өте қауіпті. Неге қорқамыз? Слон бар ғой бізде. Мынау кетеді. Жан жақтан есептеу керек. Онда кетпейді ғой. Ферзь d8-ге неге қорықты? Интересно. Компьютер не қылды? Компьютер айтады, ферзь d8 и перевес дейді қараларда. Да, ферзь d8 ойнау керек еді.
Негізі жаңғырынадан қорыққан болу керек, ол слонны артқа қарай алып келе саламыз. Проблема емес. Қандай проблема? Ал пешкіні ұтамыз, мына пешкіні. Ферзь наяққа кетсе, тем более әлсірейді мына жер. Ферзь мынаны қорғап тұр, қадағалап. Иә, ферзьді 8 үлкен перевес бар еді. Ал ол F4 сразу ойнап кетті, пешкіні берді, енді алуға тура келді, и ферзьді енді барып алып келді. Меніңше қате сияқты, асығып біткен сияқты. Бір идеялар болған сияқты қорыққа. Корольмен келді. Ол корольмен корольмен келе алмайды ол сразу. Иә, все-таки ойнау керек еді. Ладно, корольмен келді и слонмен алды. Так, мына жерде алса, ладьямен алады, мына жерде ала алмайды. Иә, өте позицияны ашып жатыр, ферзьмен алды. Еншпилге барған тыйымсыз, иә? Так, дұрыс, ладьямен алды, король ашық тұрған кезде ладьямен алу керек. Так. Не проблема бұл жерде? Қандай проблема? Негізі слон g8 әдемі емес па? Ешқандай атака да жоқ. Қазір біз ферзді алып келеміз, кіреміз, мына жақтан кіреміз, мына жаққа кіреміз. Иә, слонды ойнау керек еді, қарапайым. Одан кейін шах, или мына жерден двойной удар сразу, или шах бар, всегда ферзь f8 бар. Бізде ферзьбен шах берді, бірінші. Сосын барып ферзь g8. Неге ферзь g8 мен вообще түсінбедім? Или ладья h8-ден қорықты ма? Да, ладья h8-ден қорыққан болу керек. Слон g8-де ладья h8 дейді. И ферзь h6, де? Проблема содан қорыққан болу керек. Интересно. Так, бұл жерде шахтан несіне қорқамыз дейді. Слонмен шах беру керек еді ғой, кстати. Иә, слонмен неге шах бермеске? Слонмен шах берсе қайда барады? Проблема сияқты. Король e3, король e1. И слонмен жауап тастауға болады. Иә, осындай керемет партияны алып, оңай жақсы позиция алуға болады. Ладья f2-ға ферзь b4, двойной удар. Попробуй надан қорғанып көр. Өте қауіпті позиция. Ладья кіреді, слонды қара, король қайықта тұр. Да, мәселені шешіп беруге болатын еді негізі. Иә, осы көтті жаңғыр көрмей қалған, бәрі керемет. Қараңыздар, слонмен шах и слонмен жаба салды. Болды, мәселенің бәрі шешілді. Жоқ, ферзьбен шах и ферзь g8. Да, мынандай маневрді көре алмай қалған сияқтымыз. Қандай керемет. Ферзьбен шабуыл. Так, одан кейін ферзьбен қорғады. Да, ладьямен қашуға болмайды, размен не хочется, ладьямен қашса нехтан ферзь кіреді. Оттан ферзьмен қорғады, екеуі бір-бірлеттен қайталады, ничияға келіскен сияқты гроссмейстермен. Жаңғыр жоқ, гроссмейстер келіспейді әрине, деңгейі өте үлкен. Ладья g4. Ладья g4. Да, әзірге атака жасап жатырық, ладьяны жақсы жерге қойып алдық. Атпен қашты. И слонды шығарып алдық. Молодец, талантты ойнауда, разменді енді жасайық дейді. Алды, и ферзь f8. Хитрый ход. Яқа кірмекшіміз. a3, ферзь c8. Енді мына жақтан кірем дейді. Король қашты, и ферзь. А неге ферзь e2 емес? c2 емес, интересно. Ферзь c2 қауіптірек сияқты. Потому что мынаны жейін деп тұр. Слон келеді қазір, мына жақтан, мына жақтан. Ну, ферзь c4-те жақсы ход, бір жағынан, закрепляем d5, ферзь, всякий шахтардан, всякий. Мынаны қорғап. Бір жағынан қорғау, бір жағынан, ошибка сияқты. Компьютер айтады, ферзь c2 мықтырақ дейді. И равная позиция, бірдей позиция дейді. Ферзь d5 қате дейді. Қазір көреміз неге қате екен. И пешкі проходнойды жіберіп алдым дейді. Не разница бар? Ферзь c4 пен ферзь c2. Да, мына жерде просто қауіпірек шахтар бар, сондай нәрселерді айтқан болу керек. Мынаны жейін деп жатыр. Да, слон g4 дейді. Так, ферзь c2, давайте көрейік. Ферзь c2 ойнаған кезде, если осылай шах беріп, e6 ойнаса не болады? Онда айтады, слон d3 ойнай аласың дейді. Слон d3, мына жерде қалай қорғайды? Шах-шахтан пайда жоқ, қайтадан нича, егер ферзді алып келетін болса, онда разменге барамыз дейді, полный. Қалай ол полный разменге барады? Мынаны алдыға жүрсе, слон үлгіреді, көрдіңіздер ма? d3-те слон үлгіреді. Сондықтан жесе, даже қаралардікі выигрыш екен позициясына жерде. Қараңыздар. Нан жүре алмайды екен, сондықтан нан жесе, король просто үлгіреді и жеңіске жетуге болады. Вот разница, көрдіңіздер ма? Слон мына жақтан көрі, мына жақтан керемет екен.
Ал неге, кстати, тұра тұрыңыздар. Ферзь c4, слон h4, слон g4, слон g4. Шах. Ну что, шах? Король g5, ферзь d5. Ферзь на жаққа тұрып алды. Корольмен неудачно қашқан болу керек. Корольмен на жақтарда жүре беру керек еді. Көрдіңіздер ма? Король алыс кетіп қалды пешкіден, проходнойдан. И солай ұтылып қалған екенбіз. Осылай ұтылған екенбіз. Ары қарай ферзь шығады, спокойно жеңіске жетеді. Или бұда сразу матовый атакада ұйымдастыру, шах беріп алуға да болады. Содан кейін былайынан шах, жабат, жеп, осылай спокойно жеңіске жетеді. Шах, қайтады бір жерге и ферзь шығар. Осылай Жангир бізде сдался. Да, чуть-чуть гроссмейстермен қараңыздар, қандай керемет партия. Тек қана бұл жерде бәрі керемет болды, тек ферзь c2 ойнау керек еді негізі. И мынандай шаққа алысқа кетпеу керек сияқты меніңше. Осы жерлерде жүру керек пе, осы жер жақын жерлерде. Алысқа кетпей ақ. Шах қайтадан тұра беру керек еді, ничияға ойнау керек еді. Ферзь жанағындай баратын болса, ферзь шах беріп жанағындай баратын болса, онда слон d3, уже мат грозит. Көрдіңіздер проблема. Оған атпен ойнау керек, ал жанағындай қорғанатын жағдай болатын болса, онда бірден ұтылады. Полный размен, слон сигнал үлгереді, и король келіп алдына тұрып алады. Міне осылай ойнау керек еді, болмай қалды, бірақ ұнады маған. Жангирдің келешегі өте зор жігіт. Сәттілік тілейміз. Жерлесімізге ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.